Жаңа демалыс аймақтары, қонақ үйлер, мейрамханалар. Қарағанды облысында туристік саланы дамыту жалғасуда. Негізгі өсу нүктелері Балқаш курорттық аймағы мен Қарқаралы ауданы болып табылады. Өткен жылы демалушылар саны 385 мың адамды құраса, биыл 500 мыңға жуық қонақты қабылдауды жоспарлап отыр. Толығырақ сюжетте. Туризмді дамытудағы негізгі бағыттар табиғатты өлкелер Балқаш курорттық аймағы мен Қарқаралы ауданы болып қала береді. Өткен жылы саланың 10 динамикасы байқалды. Бүгінгі күні демалыс және де тұру қызметтерін 268 нысан көрсетуде. Бұл көрсеткіш 10%-ға артып отыр. Число туристов достигло 385. Туристер саны 385 мың адамға жетіп, көрсетілген қызмет көлемі 8,8 миллиард теңгені. Ал негізгі капиталға салынған инвестициялар 25,7 миллиард теңгені құрады. Биыл шамамен 500 мың қонақты қабылдап, саланы дамытуға 23 миллиард теңге көлемінде инвестиция тартуды жоспарлап отырмыз. Шетелдік туристер ағымы 30%-ға артты. Қазақстандықтарды ішкі туризмді ашып жатыр. Бұл үрдіске Қарағанды Балқаш тасжолының аяқталуымен биыл Қарқаралы тасжолында орташа жөндеудің аяқталуы әсер етуде. Сонымен қатар Балқаштағы әуежайдың қайта құру жұмыстары жүргізілуде. В летний сезон с июня по октябрь 2025 года Жазғы маусымда Скат авиакомпаниясы Балқаш Астана және Балқаш Алматы бағыттарында субсидияланатын әуе рейстерін орындайды. Билеттердің бағасы 14 мың теңге болмақ. Ал маусым тамыз айларында Қарағанды Балқаш бағыты бойынша жылдам жүрдек пойызды іске қосу жоспарланып отыр. Пойыз құрамы 6 вагоннан тұрады және ол күнара қатынайтын болады. Балқаш әуежайының қайта жаңғырту жұмыстары аяқталғаннан кейін Шымкент, Түркістан және Жезқазғанға әуе рейстерін ашу жоспарлануда. Жалпы алғанда биыл туризм саласында 11 инвестициялық жобаны жүзеге асыру жоспарлануда. Балқашта жаңа демалыс аймақтары, қонақ үйлер, оның ішінде суда орналасқан мейрамханасы бар қонақ үйлер салынады. Сондай-ақ агро және экотуризм, балалар мен медициналық туризм сияқты перспективалық бағыттар туралы да айтылды. Перспективалық нүктелердің бірі Тапар су қоймасының жағалауы. Жобаларды мемлекеттік қолдау көрсету үшін несиелер бойынша сыйақының бір бөлігін субсидиялау және де кепілдік беру шаралары қолданылуда. С этого года начал работать туристический инфраструктура. Биылдан бастап визит Қарағанда туристік ақпарат орталығы жұмыс істей бастады. Мұнда өңір қонақтары маршруттар, көрікті жерлер, қонақ үйлер, демалыс орындары және туристік операторлар қызметтер туралы мәлімет ала алады. Сондай-ақ жасанды интеллект негізінде виртуалды көмекші әзірленді. Орталық блогерлер мен туристік агенттіктермен белсенді түрде жұмыс істейді. Аймақтық кәсіпкерлер палатасында туризмдің кеңесі жұмыс істейді. Бизнес қауымдастығы өзекті мәселелерді көтеруде. Тораңғылық және Шұбартөбе курорттық елді мекендерінде магистральды су құбырының құрылысы басталады. Қарқаралыда Бұғылы рекреациялық аймағының инженерлік инфрақұрылымын дамыту және инвесторларды тарту мәселесі шешілуде. Мобильді байланыс базалық станцияларын жаңғырту және жаңа станциялар салу үшін орындар мониторинг негізінде анықталды. Бұл станцияларды Балқаш және Қарқаралы бағыттарындағы жолдар бойында салу жоспарланған. Продолжать эту работу и контролировать. Жұмысты жалғастырыңыздар. Әсіресе Балқаш аймағында жазғы маусымға байланысты бұл аймаққа қатысты шағымдар болды. Мәселені операторлармен барынша шешу қажет. Аймақ басшысы бірқатар тапсырмалар берді. Оның ішінде жол бойында санитарлық гигиеналық тораптарды салу, туристік сала қажеттіліктері үшін жер аукциондарын өткізу және демалыс орындарында қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері қарастырылды. Бұл біздің аймақтың Қазақстан азаматтары мен шетелдік туристер арасында барған сайын танымал бола түскенін атап өтіп, бұл олардың алдында жауапкершілік арттыратын және де демалыстың ең ыңғайлы болуын қамтамасыз ету қажеттілігін жеткізді. Ерекше айтатын жайт, өңір еліміздің азаматтары мен шетелдік туристерге танымалдығы артып келеді. Бұл сәтте қонақтарымыздың өңірдегі уақытын жайлы өткізу қамтамасыз ету біз үшін де жауапкершілікті жүктейді. Құралай Көбенова, Николай Шевелев, 5-ші арна.